Барлықтарыңа сәлем. Шашпап каналының көрермендері, бүгін бізде 4-ші шығарылым, және бүгін бізде қонақта Сүлейман Демирелі университетінің студенті, халықаралық құқық мамандығында оқитын Шерхан Болатбекұлы. Сәлем бәріне. Қош келдің, Шерхан. Жалпы бүгін біз бірден қыздарға қатысты айтылатын қазақ халқындағы стереотиптер туралы талқылайтын боламыз. Жалпы осыған қатысты сенің не ойлайсың, сенің пікірің қандай? Жалпы стереотиптерді қолдайтын адамдардың қатарынансың ба, әлде жоқ па? Ол туралы сенің көз қарасыңа қарап, ойыңа қарап, топшылап талқылайтын боламыз. Яғни бүгінгі шығарылым бізде еркін тақырыпта болады, қонақпен бірге. Сонымен бүгінгі біздің талқылайтын мәселеміздің бірі бұл қыздарға қатысты стереотиптер. Дәл қазіргі таңда мысалға ойымызға келетіні, неге қызды 40 үйден тыйым деп айтады? Ол қандай жағдайда тыяды? Сол мәселелері бар, және қыздарды көп жағдайда көп нәрседен тыяды негізі. Халық алдына шығудан, сөйлеуден деген сияқты. Бірақ бұл 40 үйден тыйым дейтін дүние әр отбасыда әрқалай көріністе сияқты. Сен ойыңша осы нәрсеге не айта аласың? Қандай ойдасың? Біріншіден шақырғандарыңа рахмет. Бұл нәрседе мен бір эксперт емеспін, жай ғана өзімнің жеке ойымды айтуға келдім. Ал 40 үйден тыйым деген негізі көп еститін сөз ғой, бірақ неден шыққаны, тарих қандай екенін білмейді екенмін. Негізінен қазақтың көп осындай сөздері, тыйым болсын, жалпы бір дәстүрлер, бекітілген бір қағидалар болсын, оның барлығы негізі тарихы бар, түпкі мағынасында өте тереңде жатқан бір мәні бар, тәрбиелік мәні бар нәрселерде негізі. Бірақ 40 үйден тыйымның не үшін олай айтылғаны, неге 40 үйден екенін білмеймін. Бірақ негізі қызды көп нәрседен тыю, жаңағыдай халық алдында сөйлеуден, көптің көзіне көріне бермеуден тыю, ол үлкен бір мәні, мағынасы бар, менің ойымша. Мысалы, бір кітап бар, Даяғашы деген, көшпенді қазақтың өмірінен алған, негізі Қытайда тұрып жатқан қазақтардың бір ауылы бар. Көшпенділер өмірін, солардың салт дәстүрін, біздің ата-бабамыздың салт дәстүрін жақсы сақтаған, ол жақта бізге қараған жақсы сақтаған. Сол жақта бір туып өскен бір кісінің кітабы бар, Даяғашы деген. Сол жақта айтады, мысалы бізде кең таралған сөз бар ғой, қыздың жолы жіңішке деген. Бірінші қалай айтуға, бір тос сөйлейтін болса, бір тілек айтатын болса, қыздың жолы жіңішке деп қызға бірінші айтқызып жібереді деген сияқты. Сондай жігіттер өзіне керек кезде сол сөз қолданып, өзіне жауапкершілікті алып тастайды да. Негізі ол сөзіне шыққан бір тарихы бар. Мысалы, былай айтқан кезде қыздың шалыс басуы, мысалы, мүмкіндігі өте көп. Мысалы, егер қыз көп тұрғанда сөйлеп атып бір сөзді қисық айтып жіберсе, ол мүмкін ғой, қисық айтып жіберсе, онда халықтың арасында бір жаманатқа қалып, халыққа бір жаманатты болып, ояқта ұятқа қалуы мүмкін да, ата-анасын ұят қалдыру мүмкін. Ол да біздің халықтың сыртқы көзге, сырттың ойына қатты тәуелді болуынан ғой. Енді бұл сөздің шығу мағынасы сол, яғни қыздың жолы жіңішке деген, ол қыздың жүре алатын жолы кішкентай да. Қыз кіттай бір шалыс басса, ол жаңа жолдың шетіне шығып кетіп, халықтың сөзіне қалуы мүмкін деген. Сол үшін негізі қазақтар қызға көп мүмкіндік бере бермеген, халықтың көп сөйлеуге, көп шығуға, өйткені осылай шансы, былай айтқан шансы өте көп, жаңағы жіңішке жолдан сыртына шығып, халықтың жаманатына қалуға. Сол үшін негізінен бұл сөзді түпкі мағынасында қолданатын болсақ, негізі жігіттер жаңағыдай кезде қыздың жолы жіңішке деп өзі бірінші сөйлеу керек негізінен. Негізі түпкі мағына шыққан тарих осы. Ал жаңағы тыйым бойынша да солай деп ойлаймын. Негізі кейбір жерде шалыс басуын алдын алу үшін тыйымдар қойған деп ойлаймын. Мысалы, егер өзіңізде бар, ол енді қате стереотип. Мысалы, жігіт бір нәрсені қате айтса, оған кешіріммен қарайды да, бірақ дәл сол нәрсені қыз айтса, оған бүйтіп қатты бір қаталдықпен қарайды да. Менің ойымша сол бос жердегі қателік осы да. Ол жігітке кешірімді, жігіт қой деп қарау,
бір жағынан дұрыс емес. Ал бірақ осы қате стереотиптің нәтижесінде жаңағы тыйымдар шыққан деп ойлаймын. Негізі бірақ ол тыйымдар қазіргі таңда кейбір жағдай дұрыс болады. Шалыспасуын алдын алу үшін, қыздың өзінің абыройын сақтау үшін, статус халық арасында дұрыс болу үшін дегендей. Бірақ негізі 40 үйден тыйым деген сөздің қарап көруге болады негізі. Былай айтқанда сырт көзге қарағанда бір қисық сөз болып көрінуі мүмкін, бірақ бәрібір қазақтың әр сөзі ұзақ уақыт практикадан өткеннен кейін оның шыққан кездегі тарихы да бір мәселеге байланысты шығады. Ол бір терең мағынасы бар деп өзім сенемін негізі. Жалпы негізі 40 үйден тыйым деген сөз енді баламалы сөз ғой. Барлық жағдайда тыйым емес, бірақ расымен де қажетті деңгейде ғана. Бұл шынымен әрбір отбасының берер тәрбиесімен, ата-ананың ең бірінші кезектегі сана сезімімен соған қарай тыятын тыйымдарына байланысты. Бірақ көп жағдайда әр отбасыдағы тәрбие бөлек, өсіп өнген, мысалға өмірден түйген түйін бөлек та, ананың да әкенің де содан ортақ балаға берілетін дүние. Осы жерден сол қыз баласына содан өтеді де бұл нәрсе. Бұл негізі кез келген дүниені жақсы жағынан да жаман жағынан да қарауға болады. Бірақ егер 40 үйден тыйым дейтін қоғамда теріс жағынан көбірек пайдаланып жатса, басқаша бір ойда кетіп жатса, онда біз оған бұны зерттеп ашып қарауымыз керек та. Не үшін айтқан? Негізі на самом деле негізі тура мағынасында былай еді ғой, ал бірақ біздегі қоғамда көп ата-аналар осылай қолданады дейтін дүние бар да. Сенімен толықтай келсем бұл турасында. Ал енді осы жерде дәл мынандай нәрсе бар. Қыз баласы деп жатырмыз ғой енді. Осы жерде негізі ата-аналар үшін қыз бала бірінші туылса отбасында. Сол кезде бір, білмеймін, қыз екен ғой, нормально, кейбіреулер тіпті ренжіп жатады да, артында тұяқ қалмайтын болды ғой, ұл қалмайтын болды ғой деген сияқты. Ұл туылмаса кішкене бір ренжіп қалады. Бұл бізге әрине қиынға тиеді. Мысалға, менің отбасында ер бала бар, екі ағам бар, одан кейін қыз туылды деген сияқты. Бізде нормально баланс бар да. Бірақ кейбір отбасылар бар ғой, мысалға 7 қыз туылған, мүлдем ұл жоқ, сол кезде әкелер ренжіп жатады. Уже қыздарға да тіптен ұл болсын, қыз тумас, қыз тумас дегендер уже кетеді. Бұл ырымдап қою. Ырым жағына қалай қарайсың, және жалпы осы отбасында қыз мәселесінде, қыздың туылуына жалпы? Негізде мен өзім тәжірибемде ондай бір қыздарды төмендету деген нәрсе болған жоқ. Біздің әулетте жаңа ойланып отырсам, оның себебі де бар сияқты. Бізде әулетте әр үйде бірінші бала әйтеуір ұл болады екен да. Мүмкін содан шығар. Бірақ менің бақылауым бойынша біздің әулеттегі мен ағаларым, мен әкем ұлдарына қарағанда қыздарына жақсырақ қарайды. Қыздарына жақсырақ қарайды, ұлдарына дәрі ұрып кеткен сияқты, жүрсе жүреді, өзі өседі, далада жүріп болсын өседі деген сияқты. Қыздарына кәдімгідей оларға еркелетіп, оларға басқаша қарап, мысалы сондай бір бөлу бар, бірақ бұл жерде қыздардың пайдасына деп ойлаймын да. Ал негізінен жаңа нәрсе бар, 6-7 қызы бар, әлі ұлы жоқ, соған ренжу мүмкін шынымен. Негізінен бұл нәрсе әкенің өзіне байланысты ойлаймын. Мысалы, андай ғой, кез келген проблема бір келуі мүмкін адамға. Адам оны қалай қабылдағанына байланысты ол проблема болады, немесе мүмкіндік болады дегендей. Әкенің де санасына, оның білімділігіне, ақылдылығына, тәрбиесіне байланысты болады. Мысалы, мен кейбір адамдарды танимын, 3 қызы бар, бірақ одан асқан бақытты әке жоқтай жүреді. Өйткені шынымен солай, өйткені ол жағдай 3 бірдей қыз тәрбиелеп отыр. Өзімнің жалпы мама көремін десең. Қыз бала сүйкімдірек болады бәрі. Мен бірінші баламның қыз бала болғанын қалайтын едім. Негізінен бұл жалпы осы Орта Азияда кең таралған нәрсе деп түсінемін, по идее деген қалай кетті. Кейде болады да, ер адамдар қыз туылмаса, немесе мүлдем бала болмайды ғой, жас отбасы болған кезде, енді оның барлығы да болмауы, немесе қыздың туылуы, ұлдың туылуы, оның барлығы біз білмейтін дүниелерден да. Сондықтан мынандай дүние болады, кейде әке оны қабылдау мүмкінші, қыз болсын, ұл болсын, немесе бала болмағанды ол нормаль қабылдайды да. Бірақ ең ой салатын дүниелер бар ғой, мысалға достардың арасында деген сияқты олардың балаларын көреді, сол кезде ол кішкене ойланып бастайды. Неге деген сияқты, неге, не үшін деп уже
бұл күпірлік дейтін нәрсеге де кетеді ғой, былай қарап тұрсаң Аллахтан беретін дүниесі болғандықтан ол күпірлікке саналады да. И сол жерде олар ойланып бастайды, неге бізде жоқ әлі деген сияқты. Сол кезде олар андай немесе тұңғышым қуанбай айтады да кейде ер адамдар, ой менде тұңғышым қыз туылды, кім болды сенде қанша бала бар деген сияқты ортада болады ғой әңгімелер. Сол кезде айтады да, менде қыз туылды деп әлгі әке жақсы қуанбай айтып жатса, енді қыз деген жақсы ғой, бұйырғаны ғой енді деп андай көңіл күй, сен ренжіме деген сияқты қылып айтады да. Ол өте білмеймін жаман ғой негізі. Сен сол кезде кім жаңағы Балымбетовтың подкасттарында болады ғой, соңғы келген психолог бар, Ержан Мырзабаев деген кісі, сол кісі айтады, өзінің өмірінде ол да бала болмаған екен да, біраз уақыт күткен деген сияқты. Сол кісі айтады, жаңағыдай қыз туылса да, мысалы бір ортаға барса, солай айтып отырады дейді да, жұбатып деген сияқты. Оның өзі былай қарап тұрса, олар түсініп тұрған жоқ та, оның өзі жұбатуы дейтін дүниені. Осы сәл қиынырақ дүние негізі. Ол, жаңағы біз қоғамда көп адам болғандықтан біздің араласатын адамдарымыздың ойлары да бізге тікелей әсер етеді да. Сол үшін мен ойлаймын, ол жерде сынып қалмау керек ше. Главное, бұл жерде біз егер өзіміздің өмірлік көзқарасымыз осы, стереотип осы, өзің қағидаң болады ғой, жеке адамның кез келген тақырыпта қағидаң болады да. Егер соған берік тұра алсаң, бұл нәрселер саған түк те емес сияқты, әсер етпейді сияқты да. Олардың ойлары шашырап жүреді, нормально өзі былай жақсы бала болмай алды, ничего деп, енді өзін басы сабыр деп күтіп жүрген кезде сондай ойлар салады. Ал оның ойлары шашырап кетуі тұрақсыздығынан да өзінің ойының деген сияқты дүниелер бар. Негізі сыртқы әсерлері өте көп болады кейбір кезде, ішкі ойы ол нәрсе қалып жағдай нормально деуі мүмкін, бірақ сыртқы достарының қате ойлары, қате пікірлері ол адамға да кері әсерін тигізуі мүмкін да. Сондай кезде көбіне отбасылық проблемалар болуы мүмкін. Енді біз әлі отбасы құрмаған адам болғаннан кейін білеміз ол жақта практикада қалай болатынын, бірақ андай Олжас Сүлейменов деген кісі бар, джуниор деп айтады, жас ағамыз ғой. Ол кісі де бір подкасттарға келген, сол кезде айтады, ол бірінші тұңғышым так осы жерге келіп ұмытып қалдым, мен точно қыз бет, қыз бет, сондай бірдеңе бар. Қыз деп па? Я сам, когда должен был ребенок родиться, я прям просил Всевышнего, чтобы именно дочь была. Почему? Потому что у нас в семье 2 сестер, одну мы, к сожалению, потеряли. И, наверное, поэтому как-то ты знаешь ценность девушек, дочерей. Я видел, как именно вот вторая сестра Гаухара, которая не стала, как она относилась к папе. Я это хотел прочувствовать сам. Потому что когда она готовила, она всегда ориентировалась только на отца, что он любит. На нас, на маму не смотрела. И это, наверное, особенность дочерей. Почему казахов говорят, қыз деген несібе үшін ақырет күні сау боласың. Ұл деген нығмет үшін ақырет күні сұраласың. То есть даже у нас есть такие выражения. И это на самом деле... Да, можете перевести? Это означает, что... я не сильный переводчик именно, наверное. Смысл хотя бы. Смысл в том, что дочь – это благо, благодаря которой ты и в следующей жизни будешь получать блага. А сын – это ответственность, за которую ты в следующей жизни будешь спрошен, за которого. И поэтому дочь – это просто прелесть, и чтобы максимально прочувствовать именно вот этот весь кайф отцовства, наверное, обязательно, желательно, я всем друзьям желаю, чтобы у них родилась именно дочь. Иногда я шутя говорю, что сын, оказывается, это галочка в жизни. Ну, конечно, сына ты любишь, сын это как бы продолжение твоего рода, но все равно дочь. Я даже помню один момент, моей дочери Сара ее зовут, и когда всего лишь 3 годика было, зимой в Астане очень холодно, она без перчаток еще, где-то, наверное, минус 30. И мы выходим на улицу, я вышел без шапки. И она с кармана руки вытаскивает, маленькие ручки, и закрывает мне уши. Она про свои ручки не думает, она говорит, папа, говорит, уши замерзла. То есть это может только сделать дочь. Поэтому всем своим друзьям и вообще у кого нет дочерей, я желаю, чтобы так и случилось, потому что максимально можно прочувствовать кайф отцовства.
жалпы сол кезде пайғамбарымыздың заманында жахилия кезеңдерінде мысалға айтады да андай азаншы туылды ма казаншы ма деген сияқты. Қазаншы ма азаншы ма әдемі айтқан да, мысалы бізде айтады роддомға барғанда қыз ба ұл ма деп сұрайды. Вот сол кезде айтады азаншы ма әлде қазаншы ма деп айтады екен. Азаншы болса әрине ұл ғана азаншы шығады, қыз болса қазанын ұстап тамақ пісіреді деген сияқты да мәселе. Өте әдемі бір керемет тарихтарға да куә боласың да осыны оқи келе. Жаңда айтып жатсың да мысалға қазіргі қоғамда ер азаматтардың санасы өзгеріп жатыр дейсің. Бірақ иә мен де келсем толықтай. Бірақ бұл біздің орта бір есепті, орташа бір статистиканы шығарып тастауға да болмайтын шығар. Өйткені бұл мәселе, мысалы біз көріп жүрген адамдарды, бұл біздің әркім өзінің аудиториясы бар да. Мысалы біз көріп жүрген бізді қоршап тұрған аудитория мүмкін сондай шығар. Мүмкін дұрыс өзгеріп келе жатқан. Мүмкін біз сауатты адамдарды көргендіктен солай ой қалыптастыруымыз мүмкін. Мысалы өмірді де керемет деп көруімізде де соған байланысты да. Инстаграм өте керемет әсерлеп береді ғой. Бірақ айналасының бәрі зорлық, зомбылық болып жатқан, мысалға, иә, жан-жағында ана танысы ажырасып жатыр, мына танысында күйеу ұрып, жаңағыдай зорлық, зомбылық үйіндегі күйеуінен қорлық көріп жатқан шығар. Ол сол нәрселерді көрді және қоғамда ол солай ойлайды да. Біздің айналамызда шүкір ондай нәрсе жоқ. Біз осылай ойлаймыз деген сияқты, сау сана деген сияқты. Мысалы, егер біз дәл қазір осындай санада ой түйіп бір нәрсе айтып жатырмыз ғой, но бірақ ертең біз осындай ситуацияға тап болсақ, әлем мүлде бөлек екен ғой деген сияқты бірден андай басқа ойға түсіп кетеміз да негізі. Ол нәрсе бар. Менде де осыған дейін болған көп дискуссия, ой талас, пікір талас дегендер. Яғни мен бір нәрсе айтамын, бірақ ол нәрсе менің жан-жағымды қоршаған ортада ғана бар екен да. Ал оның ортасында ондай нәрсе тіпті ондай емес, 180 градусқа басқаша. Жалпы адамдардың әртүрлі болуы да осыған әкеп соғады. Мысалы, білмеймін қай жақта екен, бір адамдар болуы мүмкін, мен сияқты менің өмір таңым мүлдем басқаша. Бұл нәрсе орталама жағдай шығармайды, оған келісем. Бірақ кітаптарға қарасаң, баяғы замандағы халықтың ойлауы мен менің қазіргі жанымдағының ойлауы екі түрлі екенін байқайсың да. Бірақ кітаптағыдай да жағдайлар бәрі әлде. Олармен де жұмыс істеуге болады, бірақ қалай жұмыс істеу керек екені өзі мамандар айналысады. Онымен де мысалы сіздер журналистер ол нәрсені халыққа шығару арқылы, осылай елдің назарына ұсыну арқылы ол проблема шығады да. Яғни қаншалықты сен ол мәселені жауап қоя берсең, ол одан жазылмайды, одан емделмейді. Ол нәрсе одан самай асқына береді дегендей. Ал ол бір мәселені, ол бір проблеманы халықтың көз алдына шығарып, оның шешім жолын ұсынбаса да жалпы көз алдына көрсетсе, бір болмаса бір адам ол туралы ой түйеді, ол туралы оны жөндеу керек екенін ойланады дегендей. Осы жерде сіздердің журналистер қауымының ықпалы, жасай алатын қызметі зор. Сол үшін сәттілік сіздерге. Бізде де ол андай, негізі біреуге жауап қойып, өзінің басын алға ашу емес. Мысалы, заңгер болсын, құқықтануда жүрген адамдар болсын, негізі олардың да көбіне қозғайтын тақырыбы осы. Яғни әйел теңдігі, мысалы мен осы мамандыққа түспей тұрып, ол тақырыпты мүлдем точно ондай нәрсе жоқ, әйел теңдігі деген не нәрсе ол деп ойлайтынмын. Бірақ осы юрфакқа түскеннен кейін гендерлік теңдік деген, яғни феминизм деген сөзді мен жақтырмай қабылдайтынмын. Ар жағына не екенін қарамасам да, маған да қатты бір қазір қолдаймын деп айта алмаймын. Бірақ негізінен осы юрфакқа түскеннен кейін кейбір кейстерді қарайсың, кейбір жағдаяттарды қараған кезде шынымен де әйел адамдардың ешқандай кінәсі болмаса да өзінің күйеуінен немесе басқа бір бөтен азаматтан бір зорлық-зомбылық көруі ол әйелдердің теңдігін қолдауға мәжбүрлейді. Яғни ол нәрсе керек шынымен де. Өйткені қазіргі қоғамда кейбір ер адамдар өздерін үстем етіп көрсеткісі келеді. Оны басқа жағынан көрсете алмағаннан кейін оны күш қолдану арқылы, оны басқа да жолдармен көрсеткісі келеді да, осы арқылы бір қылмыстар жасайды. Яғни айтқым келген нәрсе, жаңа айттым ғой, сіздер журналистердің де жасай алатын қызметтеріңіз өте көп. Сонымен қатар жалпы заңгерлердің де, құқық саласында жүрген азаматшалардың да негізі бұл нәрсеге атсалысу керек. Біз де білеміз ғой, Әйгерім Құсайынқызы деген факультетімізде ұстаз бар. Осы тақырыпта өте кең, білімді, белсенді, қоғам белсендісі. Сол кісілер мүмкін айналысып жатқан ісі осы тақырыпта, осы салада болар. Өзім қатты кірмегендіктен білмеймін.
негізінен ол жаңағыдай ғой, барлық адам қоғам алдындағы, қоғамда болып жатқан проблемаларды барлық адам өзінің жауапкершілік ретінде сезініп, қолынан келгенше өзінің саласы бойынша ықпалын ету, жөндеуге. Жаңағы сөзден шығады, қыз баласы үйде отыру керек пе, әлде оған да жұмыс жасауға қарсылық жоқ па? Енді сен де ертең ер азамат, болашақ отбасын құрушы ретінде ертең өзінің әйеліңді үйде отырғызғанды жөн санайсың ба? Яғни қазақта бар ғой мысалға, ер адам түздің адамы, әйел адам ошақ қасында, отбасында, шаңырақта болу керек дейтін сияқты дүние. Осы дүниеде сен қарсысың ба? Енді бір сөзбен баста, қарсымын, қолдаймын, немесе орташа, нейтрально қарайды. Осы екі сұрақ. Мен қолдаймын. Қай жағына? Әйел адам үйде отыруын. Осыны бір дәлелдейікпен келтірсем деп. Менің ойымша, менің өмірлік тәжірибемде, мен кішкентай кезімнен бастап, күнде таңертең көзімді ашқанда, үйде анам жүреді. Мен ауылға барсам, көзімді ашсам, үйде әжем жүреді. Яғни менің әжем де, анам да үй шаруашылығымен болған адамдар. Сол себептен мен басқаша елестетамаймын. Үйде, яғни менің кейін балам, аза таңертең оянған кезде, анасы жұмыста, әкесі жұмыста болса, ол басқаша бір өмір болады да, мен ол нәрсені өзім балдарым елестетамаймын және қаламаймын. Менің қалауым ол таңертең тұрған кезде анасы тамағын дайындап беріп, ол баланы мектебіне шығарып салып, одан кейін үй шаруасымен айналысады, бірақ былай ғой, тағы бір ашатын нәрсе, жұмыс деген тек қана сыртта болмайды. Яғни үйде отырып та жұмыс істеуге болады. Үйде отырып та сүйіктісімен айналысуға болады. Қазір мысалы егер юрист деген, заңгер деген жұмыс табатын болсақ, заңгерлердің жұмысы үйде барлық сот процестері қазір қылмыстық болсын, азаматтық істер болсын, барлығы онлайн Zoom арқылы болады қазір. Яғни негізі уақыт өте келе ол нәрсеге жағдайлар жасалады, үйде отырып кез келген жұмыс істеуге. Мен жұмыс істеуіне қарсы емеспін, немесе бір онлайн дүкен ашып, бір кәсіп жасауына қарсы емеспін, сондай бір мүмкіндіктер болады. Бірақ сыртқа шығып, таңертеңнен кешке дейін бір жерде жұмыс істеуіне қарсымын. Мүмкін ол мен үйде көрген тәрбиеме де байланысты шығар, мен әкем де қарсы болды анамның жұмыс істеуіне. Әйтпесе мен туылмай тұрып, анам 2 жыл Қызылордада университетте мұғалім болып жұмыс істеген, қазақ тілі әдебиет пәнінен. Қазір де мектепте жұмыс істеп жатыр. Өйткені қазір кішкентайлардың барлығы өсті дегендей. Бірақ балалар кішкентай кезінде анасының тәрбиесін көріп өскені дұрыс деп ойлаймын. Яғни күндіз анасының тәрбиесін көреді. Бұл жерде әкесі тәрбиелемеу керек деген нәрсе жоқ. Кешке қарай әкесі де өзінің уақытын бөледі дегендей. Менің көзқарасым осы сұрақта. Сен қалай ойлайсың? Бірақ осы жерден мынандай ой шығады да, яғни сенің бұндай ойды қалыптастыруыңа қоғам емес, сырт емес, ең бірінші кезекте отбасыңнан басталады да. Қалай ойлайсың енді? Әкең саған әсер еткен жоқ па осы ойдың қалыптасуына? Әсер етті. Былай ғой, адам біреудің оқыған нәрсесін басқаға айтуы мүмкін, оқыған нәрсесін амал етуі мүмкін, біреуден тыңдаған нәрсесін амал етуі мүмкін, және өзінің өмірде көрген, өз сүрген өмірге сүйене отырып әрекет етуі мүмкін да. Мен осы үшінші бойынша әрекет етіп қазір. Яғни мен өзім елестете алмаймын. Кішкентай кезімді таңертең тұрып бір күн бойы үйде әкем анам болмаған елестете алмаймын. Яғни мен андай бір тәуелділік болды оларға. Мен бір ауырып қалсам да, мен тамақ ішетін болсам да, мен су ішетін болсам да, солар арқылы жүзеге асатын болды да ол нәрсе. Кейін ол өмірлік тәуелділікке айналған жоқ. Қазір әкешімнен бөлек тұрып жатырмын, бірақ мен андай бір олар сағынып ондай нәрсе жоқ та. Яғни қанық болып өстім. Анасы қасында болу керек. Ол баласына әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Ол кішкентай мысалы мектепке бармайтын бала болса, үйде жүреді. Ол бір ауырып қалуы мүмкін, ол бір өзі білмегеннен дәрі ішуі мүмкін. Бізде солай болды. Бір уақыттар садикте, жаңағыдай балабақшаға барған кезде, бір есімде әлі бір қыз болды. 1 ай 2 ай келмеді балабақшаға. Ол қыз атын да не вообще андай. Бізге тәрбиеші айтқаннан кейін есте қалды да. Тәрбиеші осындай адам, осындай қыз үйінде өзі дәрі ішемін деп, дұрыс емес дәрілерді ішіп көп ішіп, отравление болған, почти что өліп қала жаздаған да. Сондай нәрселер болуы мүмкін, бала болғаннан кейін ол нәрсе көп. Ал сен алдын алып былай дәрілер тығып қойып, пышақ тығып қойып ол нәрсе жасауға болады, бірақ бала бәрі ол кезде андай дұрыс емес деп ойлаймын. Менің ойым, кішкентай бала кішкентай кезінен анасының тәрбиесінде үйде өскен жөн. Мен де сенмен белгілі бір деңгейінде келісем. Толықтай әйел адам үйде отыру керек дейтін дүниеге қарсымын негізі. Өйткені
қазір енді қыз баласына да ұл баласына да түзде оқу, білім алу, өссін өнсін дейтін дүниеде ешқандай шектеу жоқ бұл нәрседе. Енді осындай санаға келгенімізге де білмеймін, шүкір дейсің ба, рахмет деп айту керек па білмеймін. Бірақ енді сонша алған білім, қыз негізі көбірек фокусты қояды да. Қандай саланы қарасаңыз да ше. Осындай бір статистикамен көзқараспен қарасаң, ол сонша еңбектенді, оқыды. Енді ол енді тұрмысқа шығу, қыз мұраты бірінші кетуге ғой енді. Ол да стереотип. Қыз мұраты кету дейтін дүние негізі бар. Бәрібір де қыз исламда да айтады ғой. Отбасын құру керек, ең басты мақсат, 2 жарты 1 бүтін, одан кейін барып сен ісің өңет дейтін сияқты дүние. Келсем дұрыс. Бірақ бастан аяқ енді мысалы қазір бар да, ең дипломын алған кезде тұрмысқа шығып кетеді, сен болды, все істемейсің. Уже ол бала туады, одан кейін желание де қашып кетеді, оған деген жұмысқа деген құштарлық, ол мүлде біреуде қалмайды одан кейін. Одан соң барып ер азаматындай проблемалар шығады да отбасында. Ер адам төмендете бастайды, сен ешнәрсе білмейсің ғой, қазір қоғам былай өзгеріп жатыр ғой, сен қай кезде қалып кеткенсің, ондай сияқты дүниелер де бар ше. Ол мәселен әйел адамға жұмыс істетпеуден шықты да негізі. Десе де сенімен келісетін жерім мына нәрсе, бала мысалы қазір бар ғой, баланы бірінші жоспарлайды да, ол нәрсені де. Примерно бірінші жұмысымыз жасап алайық, жағдайымыз жасап алайық, одан кейін барып нормальный болған кезде уже баланы жоспарлап, одан соң жұмыс жасаймыз деген сияқты. Ол нәрседе дұрыс негізі, себебі баста негізі бірінші бала болған кезде отбасында, одан соң бала тәрбиесінде әке мен ананың рөлі өте маңызды. Шынымен де олар көру керек ана тәрбиесін, әке тәрбиесін. Қазір көп фильмдерде мысалға сол ойды көрсеткісі келеді ғой. Мысалға мен әкемнің несін көрген жоқпын, мысалға мейірімін, оның мейірім ақшасы маған дымға керек жоқ, ол жұмыс істеп жүр, бірақ маған көңіл бөлмейді. Маған ең басын бәрінен де қымбаты оның маған деген көңілі дейді. Қасында бірге ойнағаны, мен соған мұқтажбын деген сияқты дүниелерді кинолар көрсетеді. Осы нәрседе келісуге болады. Сол әке де ана да бала белгілі бір жасқа келгенде санасы орныққан кезге дейін екеуі үйде болу керек. Енді әке ол төздің адамы, оны көрсетіп үйретіп, оны ананың рөлінде да ол. Әкем осындай сыртта жұмыс жасайды дейтін сияқты дүниелерде. Ал жаңағыдай үйде отырып кәсіппен айналысу дейтін дүниеде мысалға егер ер азамат қамтамасыз етіп отырса да барлық жағдайынан, онда әйелге не тұрады дейтін сияқты дүниелер бар да. Бірақ хотя ол қаржылық жағдайға да емес та мәселе. Сен үйде сен ақша жеткізе алмай тұрсың ғой, мен де табайын дейтін сияқты мағынада емес. Бұл білімін практикада қолдану бұл жерде. Сол мақсатта қарау керек та. Соны айтқымыз келеді, яғни мен ақша табайын, сен ақша жағынан қиналмашы дейтін сияқты дүниемен. Жоқ, әйелдің түсіну керек, не үшін жұмыс істегісі келіп жатқанын ше. Ол хотя шығып қоғаммен араласып деген сияқты дүниені көргісі келеді. Бірақ осы жерде де әйел сәл ақылдырақ болу керек та. Бала тәрбиесін давай деп келісу керек сияқты маған күйеуге отырып ше. Давай біз бірінші балаға осынша деңгейге дейін біз жақсы тәрбие берейік. Мынандай нәрселерде шектейік, осындай қылып өсірейік. Одан соң бар уже ес білген кезде мен жұмысқа шығайын. Ол қазір ғой, қазір ол андай студент кезде айту оңай болуы мүмкін, бірақ үйленген кезде точно болады андай аналық инстинкт оянады да. Әйел адам бала туғаннан кейін ол кезде баласын жеке қалдыруға қорқуы мүмкін, баласын уайымдауы мүмкін. Ол кезде әйел адамның өзінің желаниесі қашып кетуі мүмкін. Белгілі бір деңгейде жұмыс істеуге ше, баласы маңыздырақ болуы мүмкін. Шынымен де көбіне солай көремін мен өз басым. Бала болғаннан кейін арада әйелдер көбіне карьераны уайымдамайды. Өйткені өмірінде ең маңызды нәрсе приоритет ол баласы болып кетеді. Андай уақыт арқылы өзгеретін нәрсе деп ойлаймын. Негізінен жаңағыдай ешкім шектемеу керек. Негізі тоғыттері ешкімді сен жұмыс істеуің керек, немесе сен жұмыс істеуің керек деп шектеп міндеттеуге болмайды. Ол андай ғой, арасындағы бір қарым-қатынасты бұзатын бір құрал деп ойлаймын өзім. Шектеу деген нәрсе, міндеттеу деген нәрсе. Бірақ ақылдасу арқылы дейтін сияқты нәрсен шығады ғой. Әйелмен санаспау. Жоқ, үзілді кесілді жоқ емес, түсіндіру керек те себебін. Қараш деген сияқты отырып деген сияқты. Егер сондай бір түсінікпен қосылған болса ше, түсінік керек бұл жерде де кез келген дүниеде. Мәселен, енді бұл
айналып келгенде тағы да біз ондай тәжірибеміз жоқ дейтін нәрсеге келеміз ғой. Бірақ десе де біз басқаша ұрпақпыз да. Жаңа Z ұрпағы, X ұрпақ дейтін сияқты нәрсеге қарасаң, біз ертең осы нәрселерді ескеруіміз керек сияқты да. Дәл ата-аналар, қазіргі ата-аналар стандартты қалайды ше. Біз қалай болдық, дәл солай жалғасу керек деген сияқты. Сен бізден асып қайда барасың деген сияқты дүние. Бірақ қазір заман басқа, жағдаят, ситуациялар басқаша, адам саналары басқаша, қазіргі жастар мүлде олай ойламайды дейтін сияқты дүниелер да. Сондықтан біз ертең дұрыс отбасын құру үшін осындай кемшіліктерден арылу керек сияқты, дұрыс отбасын құра алу үшін. Яғни жаңағыдай бала тәрбиесі дейтін сияқты дүниелерде де, мысалға менде де кішігірім андай нәрсе бар да. Балаға белгілі бір санасы боянғанша телефон бермеу дейтін сияқты ше. Қазір кез келген баланы телефонмен жұбатады. Сен осыған көріп отыра бер. Ол бейғамдық та, баланың жаңағыдай ойына деген сияқты. Ол уже сөзден кетеді, сөйлеуден кетеді, бала болып ойнаудан қалады ше. Осындай сияқты кішігірім тәрбиеде де осындай нәрсені тек күйеуімен бөлісіп отыру керек сияқты да. Осылай жасасақ қалай? Бүкіл нәрсені білмеймін. Бүкіл кішкентай нәрсесі болсын, ортаға салу керек. Былай жасаймыз. Мен бүйтіп мынандай тәрбие берейін деп жатырмын. Яғни әкеңнен қорқ, әкең бүйтеді, әкең түстеді деп андай үлкен бір қорқыныш қылып қойып көрсетіп қояды да. Ол да дұрыс емес ше. Мысалға әкенің алдында еркін ойнап күле алмайды деген сияқты. Осыны саналы түрде беру керек сияқты. Дәл осы нәрседе енді сен алып қосарың бар ма жалпы? Жоқ, бәрі мен келсем, толықтай. Бүгін жақсы бір талқылау болды. Шынымен де бүгінгі шығарылымды қорытындылайық. Айтар болсақ, әңгімеде көп талқылайтын тақырыптарда жетеліп, актуалды дейтін ең дейтін мәселелерді қарадық. Енді біздің оқығанымызша, көргенімізше, білгенімізше ортаға салып талқыладық. Енді сіз көрермен қалай ойлайсыз дейтін дүниені пікір алаңына жазып кетіңіз, лайк басыңыз. Әлі де каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Сіздер де біз айтқан ойлармен келісесіздер ме, әйтпесе келіспейтін тұстарыңыз болса, мына бір жері деп түртіп тұрып көрсетіп жазып кетсеңіздер де біз қуанышты боламыз. Бастысы пікір алмасу. Сондықтан біз феминизмді де қолдадық мына жерде, отбасы мәселесінде өз деңгейімізде қарай алдық. Және жаңағыдай қыздарға ең басты нәрсе біздегі қыз баласына деген стереотиптер дейтін сияқты дүниелер, олар қайдан шыққан деген сияқты мәселелерде тарихына үңіле алдық, үңілгенімізше, сондай сияқты. Сол бір қорытынды сөз болсын өзіңнен қонақ ретінде. Так, қорытынды ретінде сіздерге рахмет айтамын барлық командаға. Осындай керемет ұйымдастыру, осындай локацияда бірінші тәжірибе менде де подкастқа осылай келу қатты ұнады. Осындай ұйымдастыру өте керемет. Және бүгін подкаст туралы негізінен көп тақырыптар ішінде қозғалды. Соның ішінде өзіме бір түйіп қоятын нәрселер ол жаңағы шектеу деген тақырыпта адам бір-бірін шектемеу керек. Сол нәрсе осы подкасттың бір шығарылымның түйіні. Ешкімді шектеуге болмайды. Құқық жағынан болсын. Адам құқығын таптамау керек та, қандай жағдайда. Сол негізі. Рахмет. Подкасты ұнаса да ұнамаса да комментарий жазыңыздар. Бар білгенімізше айттық, бар көргенімізді айттық. Ұнамайтын жерлері болса да, ұнаған жерлері қайсы, оны ара жігін ажыратып жазыңыздар. Бұл жас студенттердің бастамалары, жалпы біздің бұл жасап жатқан бастамаларымыз. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет, сіздерден үлкен қолдау күтеміз. Лайк басуларыңызды, коммент қалдыруларыңызды күтеміз. Еркін тақырыпта, осыны еркін форматтағы қазақша контенттер көбейе берсін. Сондықтан сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Тағы да сәлем достар, сіздерге подкаст ұнады деп сенемін. Шашпау каналына жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Өз ойларыңызбен комментарийде бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше.